Қаланың шетіндегі ескілеу екі қабатты үйдің 3-ші подъездінде тұратын Нұрдәулет сол түні көзіле алмады. Терезенің ар жағында көктемнің жаңбыры сіркіреп тұр. Қала шамдары жаңбыр тамшыларымен араласып, түнді мұңды етіп жібергендей. Үстел үстіндегі телефоны қайта-қайта жанып сөніп жатыр. Бірақ ол қарауға қорқады. Соңғы 3 айда оның өмірі мүлде өзгеріп кеткен еді. Бір кезде ең қатарлы жұмыс істеп, отбасын асырап жүрген қарапайым жігіттің бүгінде жалғыз қалғанына өзі де сенбейтін. «Балам, ұйықтамадың ба?» деді ас бөлмеден шыққан анасы. «Жоқ, мама». Анасы үнсіз ғана ұлына қарап тұрды. Ана жүрегі бәрін сезеді ғой. «Әлгі банк тағы звондады ма?» Нұрдәулет жауап бермеді. Жауап бермеген сайын шындық ауырлай түсетін. Үйдің іші тым-тыныш. Бұрын бұл үйде күлкі көп еді. Кішкентай Айша жүгіріп жүретін. Келіншегі Аружан ас үйден ән айтып шығатын. Ал қазір бәрі өзгерген. Нұрдәулет көзін жұмды. Телефон тағы шырылдады. Бұл жолы белгісіз номер. Ол асықпай көтерді. «Алло?» Арғы жақтан ер адамның даусы шықты. «Нұрдәулет мырза ма?» «Иә». «Сізге қатысты сот шешімі шықты. Егер 3 күн ішінде қарыз жабылмаса, үй тәркіленеді». Осы сөзден кейін әлем тоқтап қалғандай болды. Үй тәркіленеді. Ол қабырғаға ұзақ қарап отырды. Анасы бәрін түсінді. «Балам». «Мама, мен шаршадым». Даусы дірілдеп кетті. Көзінен еріксіз жас шықты. Ер адам кейде жыламаймын деп қанша тырысса да, өмір бір күні бәрібір тізерлетеді екен. Нұрдәулет дәл сол түні өзін толық жеңілген адам сезінді. Бірақ ол әлі тағдырдың ең үлкен сабағы алда тұрғанын білмейтін. 3 жыл бұрын. Нұрдәулеттің өмірі мүлде басқа еді. Ол қаладағы құрылыс компаниясында инженер болып жұмыс істейтін. Жалақысы жаман емес, отбасы бақытты. Кішкентай қызы Айша енді ғана сөйлеп жүрген. Бір күні жұмыстан кейін досы Самат кафеге шақырды. «Бауырым, саған бір күшті ұсыныс бар». «Қандай?» «Бизнес». Нұрдәулет күліп жіберді. «Менен бизнесмен шықпайды». Самат үстелде жақындай түсті. «Тыңдашы, қазір бәрі ақша жасап жатыр. Біз де жасай аламыз». «Қандай бизнес?» «Машина келеміз, Ресейден, арзанға». Нұрдәулет ойланып қалды. Самат сөзін жалғастырды. «Бір айналымнан-ақ бірнеше миллион табамыз». «Риск жоқ па?» «Ешқандай, міне». Көп адамның өмірі дәл осылай өзгереді. Бір ауыз сөзден. Риск жоқ деген жалған сенімнен. Сол түні Нұрдәулет үйге қуанып келді. «Аружан, біз байып кетеміз». Келіншегі таңырқап қарады. «Бизнес баттайнс». «Ақшаң бар ма?» «Кредит аламын». Осы сөзден кейін Аружан үнсіз қалды. Әйел адамның жүрегі кейде ер адамнан бұрын сезеді. «Нұрдәулет, асықпа. Сен мені қолдамайсың ба?» «Қолдаймын, бірақ қорқамын». Нұрдәулет ренжіп кетті. «Қорқақ болмау керек». Сол түні ол өзін өте мықты адам сезінді. Бірақ адам кейде тәкаппарлық пен батылдықтың айырмасын байқамай қалады. Алғашқы ай бәрі керемет болды. Олар Ресейден 2 көлік әкеліп, жақсы пайда тапты. Нұрдәулет бұрын көрмеген ақшаны көрді. Қолына бірден үлкен сумма түскенде адамның ойы өзгереді екен. Ол қымбат телефон алды, көлік ауыстырды, достары көбейді. Бұрын хабарласпай кеткен адамдар қайтадан іздей бастады. «Брат, сен көтеріліп кетіпсің ғой?» «Жарайсың, молодец». Мақтау көбейген сайын Нұрдәулеттің ішіндегі қарапайым жігіт азая бастады. Бір күні анасы: «Балам, ақшаның буына мастанба?» дегенде ол ашуланып кетті. «Мама, сіз ескі ойлайсыз». Анасы үндемеді. Үндемеген адамның ішінде қанша ауыр сөз жатқанын кейде ешкім байқамайды. Күндер өте берді. Нұрдәулет намазын серете бастады. Үйге кеш келетін болды. Қызы ұйықтап қалған кезде ғана кіретін. Бір күні кішкентай Айша: «Әке, сен бізбен неге ойнамайсың?» дегенде ол телефоннан баса алмай «Кейін қызым» деп қоя салды. Бірақ сол кейін ешқашан келмейтінін ол білмеді. Күздің бір суық күні Самат шұғыл хабарласты. Проблема болып қалды.
Не болды? Машиналарды ұстап қалды. Қалай? Құжат мәселесі. Нұрдәулеттің жүрегі зу ете қалды. Енді не істейміз? Самат үнсіз қалды. Самат? Біраз ақша керек. Қанша? Өте көп. Сол күннен бастап бәрі төмен қарай құлдилады. Кредиттің үстіне кредит, қарыздың үстіне қарыз. Түнгі ұйқы жоғалды. Бұрынғы достар хабарласпай кетті. Саматтың өзі де алыстай бастады. Ал бір күні мүлде жоғалып кетті. Телефоны өшірулі, офис бос. Нұрдәулет жалғыз қалды. Барлық қарыз өз мойнында. Сол күні ол үйге кіріп келіп ұзақ үнсіз отырды. Аружан бәрін түсінді. Не болды? Бітті. Не бітті? Біз құрыдық. Аружан көз жасын тыя алмады. Мен саған айттым ғой. Осы сөз Нұрдәулетке пышақтай тиді. Ер адам қателескенін түсінсе, ең ауыр нәрсе біреудің айттым ғой екен. Бір аптадан кейін Аружан қызын алып төркініне кетіп қалды. Мен шаршадым, Нұрдәулет. Кетпе. Сен баяғы Нұрдәулет емессің. Есіктің жабылған дыбысы оның өміріндегі ең ауыр дыбыс болды. Үй бос қалды. Тым бос. Сол күні кешке ол қызының бөлмесіне кірді. Ойыншықтар сол күйі жатыр. Қабырғада суреттер. Кішкентай үстел үстінде бүктелген қағаз тұр. Айшаның жазуы. Әріптері қисық. Әке, сен жыламаш, мен сені жақсы көремін. Осы бір сөйлем Нұрдәулеттің жүрегін қақ айырды. Ол алғаш рет қатты жылады. Өксіп жылады. Өмірінде бірінші рет өзін ақша емес, отбасы байтатынын түсінді. Бірақ кейбір шындық адамға бәрінен айырылғанда ғана жетеді екен. Қарыз көбейді, сот басталды, жұмыстан қысқартылды. Телефонға коллекторлар күнде хабарласатын болды. Бір түні Нұрдәулет далаға шығып кетті. Жаңбыр жауып тұр. Қала ұйқыда. Ол көпірдің үстіне барып тоқтады. Төменде қара су ағып жатыр. Басында бір ғана ой. Бәрін бітірсем ше. Шаршаған адамға кейде өлім тыныштық сияқты көрінеді. Ол көзін жұмды. Сол сәтте артынан бір дауыс шықты. Балам. Нұрдәулет артына бұрылды. Жасы үлкен қария тұр. Қолында ескі қолшатыр. Мұнда не істеп тұрсың? Жай. Қария оның көзіне ұзақ қарады. Өмірден қашып тұрсың ба? Нұрдәулет үндемеді. Мен де бір кезде дәл осылай тұрғанмын. Ол таңырқап қарады. Кейін не болды? Қария жымиып қойды. Алла мені тоқтатты. Екеуі көпір үстінде ұзақ сөйлесті. Сол түн Нұрдәулеттің өмірін өзгертті. Қария кетерінде бір ғана сөз айтты. Адам құлағаны үшін емес, қайта тұрмағаны үшін жеңіледі. Ертеңінен Нұрдәулет мешітке барды, көп жылдан кейін. Іші тынышталып қалғандай. Имамның уағызын тыңдап отырып, көзіне жас келді. Кейде Алла адамды жоғалтпай тұрып тоқтатпайды. Осы сөз жүрегіне қатты тиді. Ол алғаш рет шын тәубе етті. Сол күннен бастап бәрін қайта бастауға шешім қабылдады. Жеңіл болған жоқ. Құрылысқа қара жұмысқа шықты. Таңнан кешке дейін еңбек етті. Бұрынғыдай тәкаппар емес, баяу сөйлейтін болды. Адамдардың қадірін түсіне бастады. Анасына көмектесті. Түнде намаз оқып, қызы үшін дұға жасайтын. Айлар өтті. Бір күні күтпеген хабар келді. Аружан звондады. Айша, сені сағынды. Нұрдәулеттің жүрегі елжіреп кетті. Сендер қалайсыңдар? Келіп кетсем болады. Ол ұзақ үнсіз қалды. Кейде адамға бақыт қайта келеді, бірақ бұрынғыдай емес. Сабақ болып келеді. Сол күні Нұрдәулет гүл алып барды. Есікті Айша ашты. Әке! Қызым ойынына асылғанда ол өзінің қайта тірілгендей сезінді. Кішкентай қыздың иісі, бала махаббаты. Ол бәрінен қымбат екен. Аружан да өзгеріпті. Көзі мұңды, бірақ бұрынғы ашу жоқ. Шай үстінде ұзақ отырды. Нұрдәулет ақырын ғана. Кешір мені, деді. Аружан көзін төмен түсірді. Мен де шаршадым. Мен бәрін түсіндім. Кейде кеш түсінеміз. Сол кеште олар ұзақ сөйлесті. Өмір, қателік, ақша, тәкаппарлық, отбасы туралы. Түннің соңында Аружан жай ғана. Бізге уақыт керек, деді. Нұрдәулет басын изеді.
Өйткені бұл жолы ол ештеңені күштеп шешуге болмайтынын түсінген еді. Бір күні Нұрдәулет жұмыстан ерте келді. Үйде анасы намаз оқып отыр екен. Сәждеде ұзақ жылады. Нұрдәулет үнсіз қарап тұрды. Намаз біткен соң, «Мама», деді ақырын. Анасы бұрылды. «Не болды, балам? Сіз мен үшін көп жыладыңыз ба?» Анасы күлімсіреді. «Ана баласы үшін жыламай тұра ма?» Нұрдәулет анасының қолын сүйді. «Кешіріңіз». Анасы маңдайынан сипады. «Балам, өмір адамды сындырады, бірақ сынған адам жаман болмайды, қайта жұмсарады». Осы сөз оның жүрегінде мәңгі қалды. Бір жылдан кейін. Нұрдәулет баяу болса да қарыздарын жауып келе жатты. Үлкен байлығы жоқ, бірақ жүрегі тыныш. Отбасы қайта қосылды. Айша мектепке барды. Бір күні қызы: «Әке, сен бұрын неге үнемі ашулы едің?» деп сұрады. Нұрдәулет күліп жіберді. «Өйткені мен бақытты ақшадан іздедім». «Ал қазір ше?» Ол қызын құшағына қысты. «Қазір бақыттың сендер екенінді түсіндім». Терезе сыртында күн батып бара жатты. Өмір жалғасып жатты. Нұрдәулет ішінен ғана: «Алла, мені адасқан кезде тастамағаным үшін рахмет», деп сыбырлады. Себебі кейде адамның ең үлкен жеңісі байып кету емес, өз жолын қайта табуы. Бұл өмірде ақша да кетеді, дос та кетеді, даңқ та жоғалады. Бірақ адам жүрегіндегі иман мен отбасының қадірін жоғалтпаса, бәрін қайта жинай алады. Көп адам өмірдің мәнін бәрінен айырылғанда ғана түсінеді. Сондықтан қолында бардың қадірін кеш, болмай тұрғанда біліңіз. Ата-ананың дұғасын алыңыз, отбасыңызды бағалаңыз. Ақша үшін адамдықты жоғалтпаңыз. Себебі тағдыр кейде адамды құлату арқылы тәрбиелейді. Әңгіме ұнаса, каналға жазылып пікір қалдырыңыз.